Останавливаемся, будем применять оружие. Летит патруль прямо. Мен бұны ойлағам, жай ғана киноға, бір клипке ма, бірнекеге әшейін істеген шығар деп. Бірақ шынымен де ішінде сотрудниктер отыр. Қатты қуанып отырмын өзіміздің елдің полиция қызметкерлері осындай көлікпен жүргеніне. Бірнеге дейін ба? Келенбайын тоқтатамыз ба? Тоқтатып жоқ, братандарға айтып, сәттілік құтты болсын деп айтуға болатын шығар. Заң бұзып отқан жоқ. Біз ременмен отырмыз. Сен де ременмен отырсың. Қамапты тастап жүрмесін. Праваң бәрі бар ғой дер. Бар. Шешілмейтін сияқты бұл келемен. Ассалаумағалейкум, братан. Қалдарыңыз қалай? Құтты болсын көліктеріңіз. Рұқсат болса тоқтап бола ма бір-екі видео түсірсек? Әрине. Ешарық полиция майоры. Андай блогер емес, мазасыз, жамандайтын. Бір сұрақ аға. Мынау негізі Келенбайдың жоғары жақта Медеуде Әл-Фарабидің бойында жүретін көлік еді ғой. Неге төмен жақта жүр? Қазіргі таңда 19 бен 21 қаңтар аралығында, осы 26 жылы Алатау ауданында оперативтік іс-шара жүріп жатыр, қауіпті жүргізуші деген. Сол себептен жол ережесін бұзбауыңызды және жолдан болуыңыздарыңызды сұраймыз. Тыныш жүзек кеспейсіздер. Болды, братан, рахмет. Сәттілік болсын. Егер жол ережесін бұзбасаңыз, қауіпсіздікті сақтасаңыз, ешкім сізге тиіспейді. Рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет. Амандықта. Рахмет.